Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында KFC, яғни тауық қанаттарын жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен тауық қанаттарын екіге бөліп аламыз, артық жерлерін алып тастаймыз. Келесі кезекте тауық қанаттарын осылай шанышқының көмегімен тесіп алатын боламыз. Сол кезде соусы жақсы сіңетін болады. Енді құрғақ сарымсақты, паприканы, бұрыштардың қоспасын және де тұзын барлық тауық қанаттарына салатын боламыз. Одан кейін міндетті түрде мұздай суды құямыз. Енді қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Маринадталуға 2 сағат кем дегенде тұрғаны жақсы, бірақ та 5 сағат немесе түнде осылай маринадтап тоңазытқышқа салып қойсаңыз да болады. Енді фольгамен бетін жауып 2 сағатқа тоңазытқышқа алып қоямыз. Менде 5 сағаттай маринадталды. Енді екінші табаға 2 шай кеседей ұнға паприканы, бұрыштардың қоспасын, тұзды және де 1 ас қасық кез келген крахмалды қосатын боламыз. Осылай жақсылап барлығын ұнмен араластырып аламыз. Келесі кезекте кляр әзірлейміз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа керек. Үлкен болса 1-еуін, кішкентай болса онда 2 данасын қосатын боламыз. Одан кейін шанышқыны немесе венчиктің көмегімен осылай жақсылап шайқап алатын боламыз. Жұмыртқаны жақсылап шайқап болғаннан кейін 2 немесе 3 ас қасықтай мұздай суымызды құйып тағы да араластырамыз. Манағы дайын болған енді ұнымыздан 3 қасығын салып араластырамыз. Бізде қоймалжың масса пайдалы болу керек. Сол себепті қыздар ұнды қажетімізше қосатын боламыз. Егер де сұйық болса, онда тағы да 1 ас қасықтан қоссаңыз болады. Енді тауық қанаттарына 1-2 ас қасық ұнымызды салып, осылай араластырып аламыз. Одан кейін дайын болған клярымыздың барлығын құйып, қасықтың көмегімен біртекті етіп, барлық тауық қанаттарына клярымыз тиетіндей қылып, жақсылап осылай араластырамыз. Осы кезден бастап шыңғылдау табаға сұйық майымызды құйып қыздырып бастаймыз. Тауық қанаттарын ұнға малып, екінші тәрелкеге барлығын дайындап аламыз. Жақсылап қызып тұрған сұйық майға енді 3-4 данадан тауық қанаттарын салып, осылай қуырып аламыз. 5-6 минуттан тауық қанаттары жақсылап қызарғанша осылай аудара отырып қуырып алатын боламыз. Одан кейін тауық қанаттары қуырылғаннан кейін осылай екінші тәрелкемізге барлығын салып, қалған тауық қанаттарын салып, оларды да қуыратын боламыз. Енді KFC тауық қанаттарын дәл осы рецептпен қуыратын боламын. Ойланып отсаңыздар, қыздар, ойланбаңыздар. Бірден осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Тауық қанаттарының ащы болғанын қаласаңыз, қызыл бұрыштан көбірек қосуға ұмытпаймыз. Каналыма тіркеліп әртүрлі рецепттермен таныс болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.